Сәлем достар, сендермен болған мен Рамазан. Бүгін мен қалай скин өзгертеді деген видео түсіремін. Алыншы видеоға кеттік. Бірінші бізге хромға кіру керек, және бұлай жазасыздар. Скачать скины для МКП. МКП. Және енді қазір кіреміз, және скины деп тұрады мына жақта. Қалаған жерден ала аласыздар. Біреуін кіріп скин істей аласыздар. Мен қазір кірейін. Және мен бір скин таңдайын. Қайда? Мынау скин таңдайын. Мынау әдемі скин қазір. Міне басасыздар. Қазір осылай басасыздар, және загрузить дегенді басасыздар. Мына жақта загрузить деген басуларыңыз керек, және ол жайлап скачать етіледі. Және мен қазір кіріп кетем. Открыть. Міне достар, открытке бассаңыздар, міне осылай шығады. Қазір онда андай картинки да көрсетеді. Міне картинкиға кіріп көрсеткенде осылай болады скин. Ал қазір Майнкрафтқа кіріп сол скинді қазір киіп көрсетейін. Ал енді бізде қазір бұлай тұрса, менікі жаңа версия. Қазір қазір скинді өзгерте алмай қалуыңыз да мүмкін. Сол үшін Wi-Fi-ді өшіріп қоюларыңыз керек. Сөйтіп қазір деңе кіріп, мен өзім скин таңдап қойдым. Бұл жақта Wi-Fi жүргеніңізде жақсы болады. Және өздеріңізге де. Және мына жақта суретті көріп тұрған шығарсыздар, соны басасыздар, және сіздерде мынандай тұрады. Көрінбейтін адам десе де болады. Және содан кейін сіздер мынау скинді басасыздар да, қазір мынау скинді басасыздар да киіп аласыздар. Қазір міне күшті скин, маған ұнайды. Достар, осымен видеоны аяқтаймын. Сендермен болған мен Рамазан. Қош сау болыңдар.